Астана халықаралық форумы биыл елімізде өткізілген ең ауқымды шешуші шаралардың бірі. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған кездесуде 70-тен астам мемлекеттің өкілдері бас қосты. Маңызды шарадан Қазақмыс холдингі де қалыс қалмады. Үздіктердің қатарынан түспей келе жатқан отандық компания дәстүрлі түрде форумның ресми серіктесі болды. Оның қандай тақырыптарды көтеріп, нендей жаңалықтар ұсынғанын Сымбат Серікқызы айтып берсін. Астана халықаралық форумы Азиядағы Давос іспеттес маңызды келіссөздер ортасы. Жаңғыру жолындағы негізгі диалог деп қойылған биылғы тақырыбы да оның сипатын айқындап бергендей. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген сарапшылар қазіргі кездегі ең өзекті мәселелерді талқыға салды. Энергетикалық қауіпсіздіктен бастап, жасыл экономика, экология проблемалары да сөз болды. Ал кездесудің бастамашысы болған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Еліміз жасыл экономиканың мол мүмкіндіктерін ұсынып, қайта қалпына келтірілетін энергетиканың орталығы атана алар еді. Алайда, уақыт біздің жағымызда емес. Көмірді аз тұтыну және жасыл экономикаға қажетті жылдамдықпен көшу үшін бізге ресурстар мен серіктестік байланыс қажет. Халықаралық форумда ерекше көзге түскен Қазақмыс сақтандыру компаниясының және КМ Лайф өмірді сақтандыру компаниясының стенді. Бүгінде ол 30-дан астам жасыл энергетика саласының алыптарына қызмет көрсетеді. Сақтандыру компаниясының қаржылық көрсеткіштері де көз қуантады. Оған Фиш халықаралық рейтингі дәлел. Ал елдегі Форбстың тізімінде бірінші орында тұр. Биыл компанияның нарықта жүргеніне 22 жыл толды. Қанша уақыт өтсе де оның көрсеткіштері тұрақты түрде өсіп келеді. Біз жыл сайын тек алға қадам басып келеміз. Негізінен Қазақмыс сақтандыру компаниясы жасыл экономика жобаларын сақтандыру бойынша ең үздік компания саналады. Аз уақыттың ішінде біз жасыл энергетика саласындағы қаржылық сақтандыру бойынша 50-ден аса келісімшарт жасап үлгердік. Қазақмыс сақтандыру компаниясы және КМ Лайф өмірді сақтандыру компаниясы бірлескен сақтандыру компаниялары. Бүгінде олардың өзіндік онлайн өнімдері бар. Банктік және мұнай операцияларын сақтандыру, киберқауіпсіздікке жауап беру секілді жалпы сақтандыру мен өмірді сақтандыру бойынша қызметтер тобын ұсынады. Компанияның қазіргі сақтандыру резервінде 70 миллиард теңге бар. Сондықтан әр тұтынушы төнгелі тұрған кез келген қауіп-қатерден аман шығарына кәміл сенеді. Компанияның тұрақты дамуына негіз болып отырған тағы бір бағыты әлеуметтік сақтандыру. Мы предоставляем Қазақмыс корпорациясын адам үшін қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлеріне медициналық сақтандыруды ұсынамыз. Бұл олардың отбасы мүшелері үшін маңызды. Қазір бізде 110 мыңнан астам адам сақтандырылған. Бұл жоба бізге бүкіл Қазақстан бойынша медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. Қазақмысты басқаларынан айрықша ететін ондағы білікті мамандар. Олар Қазақстанның дамуына тікелей үлес қосып келеді. Ал корпорацияның әлеуметтік мәселелерге баса назар аударатындығы оны қызметкерлеріне жақын ете түседі. Қазірдің өзінде ол тау-кен саласының жұмысшыларының құқығын қорғап, тиісті еңбек ақысын тағайындауды басты назарға алып отыр. Сымбат Серікқызы, Виктор Жегерес, Атамекен Бизнес. 2026 жылдан бастап барлық қазақстандықтардың мобильдік аударымдары жаппай бақылауға алынады. Бұл туралы бүгін Кірістер комитеті мәлімдеді. Биыл тек мемлекеттік қызметкерлер және олардың жұбайлары ғана тексеріледі. 2024 жылдан бастап квази мемлекеттік секторда істейтіндер одан әрі жеке кәсіпкерлердің шотындағы ақпаратта қараусыз қалмайды. Жеке тұлғаның қатарына 3 күнтізбелік айдың ішінде әрқайсысында 100-ден астам және 100 және одан астам да көп түрлі тұлғалардан жеке банктік шотқа аударымдар болуы керек. Ондай жағдайда болмаса, бұндай ақпарат ешқандай да бізге түспейді. Сондай-ақ салық мамандары такси жүргізушілеріне бюджетке ақша төлеу міндетті екенін тағы бір еске салды. Адам тасымалымен айналысатын тұлға дара кәсіпкер ретінде немесе такси паркіне жұмыскер ретінде тіркелуге міндетті. Сонымен қатар Кірістер комитеті салық есебін тапсыруды тағы жеңілдету жоспарда жоқ деді.